Алаш Республикасының 105 жылдығына орай Ақжол партиясының бастамасын қолдай отырып, биылдан бастап Алашқа тағзым шеруін жалпыұлттық мемлекеттік деңгейде өткізуді талап етеміз. Ақжол фракциясының депутаты сауалы премьер-министрге. Шежірелі Ұлытау жерінде өткен ұлттық құрылтайдың бірінші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев құрылтайдың басты жұмыстарының бірі тарихи әділдікті орнату. Ел тәуелсіздігі жолында құрбан болып, бүгінде ұмытылып кеткен ұлт тұлғаларын ұлықтап, есімдерін жаңғырту, тарихи оқиғаларға лайықты баға берудің маңыздылығын айтқан болатын. Кешегі Ұлытаудағы құрылтай 1917 жылғы желтоқсандағы Орынбор қаласында өткен қазақ құрылтайының бүгінгі жалғасы болса, еліміздің тәуелсіздігінің іргетасы да осыдан 105 жыл бұрын құрылған Алаш Республикасы десек қателеспейміз. Алаш Республикасының 1918-1920 жылдары алғашқы қазақ мемлекеті болып құрылған және егеменді сыртқы саясат жүргізгенін дәлелдейтін Алаш арыстарының хаттары мен тың деректері жақында Жапонияның сыртқы істер министрлігі мұрағатынан табылды. Ол құжат көрнекті алаш қайраткері Райымжан Мәрсекұлының Алаш Орда үкіметінің атынан 1919 жылдың қаңтарында Жапон үкіметіне тапсырған хаты мен Париж бейбіт конференциясына Мұстафа Шоқайдың аттануы, жаңа ғана дүниеге келген Алаш ұлттық республикасын қайткен күндері сақтау, халықаралық қауымға мойындату мақсатында атқарған саналы да жоспарлы іс-қимылдың айғағы. Естеріңізге сала кетейік. Ақжол демократиялық партиясы 2014 жылдан бері саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу мақсатында Алашқа тағзым шеруін барлық аймақтарда жыл сайын жүйелі түрде өткізіп келеді. Өкінішке орай бұл шараны 7-ші жыл өткізгенімізге және ресми рұқсат сұрағанымызға қарамастан барлық облыс қала әкімдерінен тыйым салынуда. Алайда тағы да сол әкімдер өткен ғасырдың басында 4 миллионнан аса қазақты аштықпен азаптаған. Сол кезде халқымыздың 70%-ін жалмаған тоталитарлық жүйенің көсемі Сталин мен Берияның бейнелерін қолдарына ұстап, бессмертный полк сияқты мән мағынасыз шерулерді өткізуге рұқсат берген. Ал қиын қыстау кезеңде ұлт үшін саналы түрде өз өмірлерін құрбандыққа шалған алаш арыстары мен өз ата-бабаларының аруақтарына тағзым етуден қорыққан қала облыс басшыларының қоян тіршілігін қалай түсінуге болады? 30 жыл тәуелсіз ел болсақ та, олар құлдық санадан әлі арылмай жүр ме? Оның үстіне біздің елімізде саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу рәсімдері облыс орталықтары мен бас қалалардың үлкен алаңдарында халықтың жаппай қатысуымен өтпейді. Мысалы, Елордада бұл шара жетім қыздың тойы сияқты Ақмол ауылында көзден таса, шенеуніктердің ұрлық жасағандай, жан-жағына жалтақтап, жаттан сөздер айтып, тиіп қашып қатысатын шарасына айналған. Сонымен қатар 2020 жылы Ақжол партиясының депутаттары елін, ауылын аштықтан, азапты ажалдан аман алып қалуға тырысып, қызылдардың тоталитарлық қанішер саясатына қарсы шығып, қарулы көтерілістерге қатысқан. Әлі күнге дейін басмаш деген мазағаттан арыла алмай жүрген батыр бабаларымызды толық ақтап алу жөнінде депутаттық сауал жолдаған болатынбыз. Тарихшылардың деректері бойынша Қазақ даласында Сарқан, Балқаш, Қазалы, Қарақұм, Ырғыз, Атбасар, Сарысу, Созақ, Адай деген атпен белгілі болған 300-ден аса көтеріліс орын алған. Бірақ үкімет тарапынан Ақжол фракциясына берген құрғақ ресми жауабы бізді қанағаттандырып отырған жоқ. Онда Алаш әскерінің қатарында соғысқан және жоғарыда аталған ұлт-азаттық қарулы көтерілісіне қатысқан батыр бабаларымыз туралы ешқандай ақпарат зерттеу таппадық. Осы орайда Ақжол партиясы мемлекет басшысының әділетті жаңа Қазақстан құру туралы игі бастамаларын қолдай отырып, және тарихи әділдікті де қалпына келтіру мақсатында біріншіден мемлекеттік комиссияның атқарған жұмысын бұқаралық ақпарат құралдарында тұрақты түрде жариялауды, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтаумен қатар назардан тыс қалған ұлт-азаттық көтеріліс құрбандарында анықтап, оларға қатысты тарихи деректерді зерттеп, зерделеуді жалғастыруда. Екіншіден, Алаш Республикасының 105 жылдығына орай Ақжол партиясының бастамасын қолдай отырып, биылдан бастап Алашқа тағзым шеруін жалпыұлттық мемлекеттік деңгейде өткізуді талап етеміз. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары, назарларыңызға рахмет. Рахмет.